Қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтің төрағалығымен өткен жиында тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген негізгі өзгерістер мен толықтырулар талқыланды. Аталған өзгерістерге сәйкес енді басқару жүйесі бір үй, бір бірлестік, бір шот қағидасы бойынша жүргізіледі. Осындай қағиданы негізге алған тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын басқару жүйесінде енді кооперативтер болмайды. Оның орнына меншік иелерінің бірлестіктері құрылады. Яғни жаңа жүйеде әр үйді басқарудың жеке тәсілі қарастырылады. Ал ай сайын төленетін қаржы мүлік меншігі иелерінің бірлестік шотына жиналады. Бұл қаржының игерілуіне ашық бақылау жүргізуге көмектеседі. Осы тұрғыда жергілікті атқарушы органдардың жаңа өкілеттіктері жөнінде Степногорск қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Ғалымбек Ахметжанов ақпараттандырды. Өзгерістерге сәйкес көп пәтерлі тұрғын үйді басқарудың екі нысаны бар. Бұл меншік иелерінің бірлестігі мен қарапайым серіктестік. Согласно мне, это два варианта у нас. Это объединить собственное имущество, ОСИ, кратко, и простой товарищество ПТ. Бірыңғай іргетаста орналасқан не жалпы үйлік инженерлік жүйелері бар көп пәтерлі тұрғын үйлерде пәтерлердің тұрғын емес үй жайлардың меншік иелері пәтер иелерінің үштен екісінен астамы келіскен жағдайда әрбір көп пәтерлі тұрғын үйдің тұрғын емес үй жайларының меншік иелерінің бір бірлестігі немесе жай серіктестікті құруға құқылы деп отыр бөлім жетекшісі. Бұдан басқа күрделі жөндеу жүргізуге қаржы жинақтау және жеңілдетілген қарыз алу механизмі әзірленді. Осы ретте күрделі жөндеуге жиналатын қаражат 51 теңгеден 12 теңгеге дейін төмендетілді. Егер бұрын күрделі жөндеу жүргізуге қажетті соманы толық жинау керек болса, енді шатырды немесе үйдің сымдарын ауыстыруға бөлек қаржы жинауға болады. Газбен жабдықтау объектілері жұмысының қауіпсіздігі жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй инспекцияларымен қадағаланады. Күн тәртібінде қаралған негізгі сауалдан кейін баяндамашы Степногорск қаласы бойынша 2020-2021 жылдары көлік инфрақұрылымын жақсарту және қаланы абаттандыру бойынша жобаларды іске асырудың жоспарларымен таныстырды.